Әлемде тірі тастар деген ұғым бар, яғни тастардың уақыт өте келе қозғалуы. Бұл тастар көптеген уақыт өткен соң бір жерден бір жерге арттарынан із қалдыра отырып қозғалады. Осындай құбылыс күн жүйесіндегі ішкі планеталарда кездеседі, мысалы Айда. Мұнда өте көп мөлшерде артынан із қалдырып жүрген тастарды көруге болады. Бұл өздеріңіз жақсы білетін Марс. Мұнда да көзге анық көрінетін тірі тастарды көруге болады. Марстың серігі немесе Марстың айы Фобос. Егер анықтап қарасаңыз, мұнда да кездесетінін байқауға болады. Әзірге бұл тастардың сиқырын ешкім білмейді, және сондай тастар жерде де кездеседі. Олар ақштағы Калифорния штатының өлім аңғарынан кездестіруге болады. Сонымен өлім аңғарындағы сиқырлы тастар бізде не жасыруда? Егер қазақша факт және топ түсіретін канал іздеп жүрсеңіз, Қазтоп арнасын ұсынамын. Қазақ ютубында сапалы видеолармен ерекшеленіп жүрген бұл канал сізді қызықтырса, міндетті түрде жазылыңыз. Сілтемесі астында болады. Өлім аңғары. Аты айтып тұрғандай мүлдем өлі емес, өйткені мұнда тіпті тастарында да жан бар секілді. Өлім аңғарында Рестрект Плая деген өзен бар. Ағылшынша Рестрект жарыс трассасы, ал испан тілінен Плая жағажай деген мағынаны білдіреді. Бұл өзен жаңбыр жауғаннан соң су мөлшері көбейіп көлге айналады, ал су тарылған кезде көл алаңы азайып, түрлі жағажайлар пайда болады. Дәл осы көлдің түбінде тастар бар. Бір қарағанда қозғалмағандай болып көрінгенмен, олар уақыт өте артынан із қалдырып қозғалуда. Бұлардың сырын ешкім білмейді, және ешкім баяулатқыш видеомен түсіріп көрмеген. 20 ғасыр кезінде ғалымдар арасында гипотеза пайда болды, яғни бұл тастар магниттік гравитация әсерінен қозғалып жатыр, бірақ олар дәлел келтіре алмады. Тастардың артынан қалдырған іздерінің ені өзгермейді. Осыған байланысты ғалымдар бұны жер сілкінісінің әсері болуы мүмкін деп болжады. Бірақ мұндағы аймақта таулар бар болғанмен сейсмикалық апат орын алмаған. Және де мұндағы сейсмикалық апаттардың өзі әсер еткенімен тастардың бір орыннан екінші орынға қозғалтуға күші жетпес еді. Мұнда тастардың әр түрлісі бар. Бірі үлкен, бірі кіші, және оларға тиісінше арттарынан қалатын іздерінің ұзындығы да әрқалай. Мұндағы ең үлкен тастың өзі 350 кг тартады, және оған Карен деген ат берген, ал ең кішкентай Нэнси деп аталады. Олар өздігінен бұрылып, өздігінен қозғалады. Сіз қалай ойлайсыз, бұлар қандай күштің әсерінен қозғалуда? Пікіріңізді комментарийға жазып кетіңіз. Сонымен видеомыз соңына жетті. Алмаз Уәлиевпен болып жатқан бәсті ұмытпаңыздар. Скавронның ВК парақшасына жазылуды ұмытпаңыз.